Alternative question'ды енді мен сіздерге етістігі жоқ сөйлемдермен көрсетейін, иә? Қандай жағдайда біз сөйлемнің басында am, are, is аламыз. Мысалы, бір сөйлемді көрсетейін. Сен ондасың ба, немесе 11-десің бе? Қайсы сөйлемде қимыл әрекет бар ма? Жоқ, иә? Ол кезде өткендегідей, мына жерді тастап кетеміз. Сен деген сөз бізде you-дің алдында етістігі жоқ болса, are қоясыздар, иә? Are you 10 or 11? Міне, alternative question деген осы. Мысалға, ол ұзын ба, әлде or дей салайын, әлде қысқа ма? Мына сөйлемде бізде қимыл әрекет жоқ, иә? Ұзын және қысқа ол сын есім ғой. Значит, мынаны тастап кетесіздер. Кім? Ол he-дің алдында етістік жоқ, is қоясыздар. Мына жерге does қоймайсыздар, себебі қимыл әрекет жоқ. Is қоямыз. Is he жоғары қарай ұзын, tall or short? Көрдіңіздер ма, қалай альтернатив жасап жатырмын? Мына жерде сан есіммен сан есім алдық, мына жерде сын есіммен сын есім алдық. Тағы, например, да, сенің сестраң мұғалім бе, әлде оқушы ма? Сөйлемде қимыл әрекет жоқ, көріп тұрсыздар, иә? Мынаны тастап кетеміз. Кім? Сенің, your, сестраң, sister болады. Потом мен бір момент оқушылардан байқағаным, сұрақ қойған кезде олар your деген сөзге қарайды екен де, are қойсылады екен. Ол қате. Потому что, во-первых, your деген сөз ол сен деген сөз емес, ол сенің деген сөз. Сенің кімің? Сестраң, әпкең деген сөз, иә? Осы сөзге қарайсыздар. Әпке біреу ма, онда is қоясыздар, are қоймайсыздар. Мынаған қарамаймыз, мынаған қараймыз. Сенің сестраң не ма? Мұғалім бе? Мұғалім жекеше түрінде a teacher артикль қоямыз, ең бірінші сабақ. Is your sister a teacher or a pupil? Әлде оқушы ма? Көрдіңіздер ма? Мына жерде мен зат есімді алдым. Салыстырмалы ретінде. Көпше түріне көрсетейін, потом өткен шағын, иә? Мысалға, біз парктеміз ба, әлде үйдеміз ба? Көріп тұрғандай, бізде сөйлемде қимыл әрекет жоқ, иә? Мынаны тастап кетеміз. Біз деген we-дің алдында етістік жоқ болса, are қоямыз, do қоймаймыз. Are we in the park? Біз парктеміз бе, әлде at home, әлде үйдеміз бе? Қайда деген сұраққа жауап беретін сөзді альтернатив ретінде алдық. Көрдіңіздер ғой, иә? Любой сөйлемді өстіп құрай бересіздер. Өткен шағын көрсетейін. Мысалға, сұрайық. Мен онда болдым ба, әлде 11-де болдым ба? Болу деген сөз бізде was болады. Мен, I, сұрақта was болады, иә? Сонда, was I 10 or 11? Міне, бағана бірінші сөйлемге ұқсас. Мен онда болдым ба, әлде 11-де ме? Неге мен мына жерде, например, не қоймадым, do қоймадым, себебі сөйлемде не жоқ, етістік жоқ. Мысалға, you-дің алдында біз не қоямыз? Were, таблица бойынша. Например, were you happy? Сен бақытты болдың ба? Ой, етістікке жазып отырмын, sorry. Етістікті тастап кетеміз. Were you happy? Сен бақытты болдың ба? Немесе көңілсіз болдың ба? Деген сияқты. Мен сіздерге не үшін таблица сызып жатырмын? Чтобы сіздер түсіндіңіздер, қандай жағдай was, қандай жағдайда do қойылады, например, да? По сути, былай жай сөйлем жазған кезде әрине таблица сызып отырмайсыздар ғой, просто запомните, етістігі жоқ кезде осыны аласыздар деген сөз. Так, тағы біреуін көрсетейін, he she'тің алдында тоже was болады, иә? Например, was he tall? Опять мына жазып отырмын, етістік жоқ. Was he tall? Ол ұзын болды ма? Әлде қысқа болды ма? Short. Міне, өстіп кез келген сөйлемді құрай бересіздер. Келер шақта қалай еді естеріңізде болса, will be, to be-дің, қайталаймын, to be, I am, you are, he is-дің келер шағы will be болады. Ол осылай жазылады. Мынаның ортасына есімді қоясыздар. Например, will I be fast? Мен жылдам боламын ба? Or slow? Әлде баяу боламын ба? Міне, болу деген сөзден басқа ештеңке жоқ, иә? Бару деген сөз жоқ қой. Жеу, отыру деген сөз жоқ. Поэтому сұрақта келер шақта will be болады. Енді түсіндіңіздер деп ойлаймын енді will be. Так, тағы сөйлем көрсетейін, например. Will he be a doctor? Ол дәрігер бола ма? Or a student? Әлде студент бола ма? Көпше түріне тағы көрсетейін, ең соңғы сөйлем. Например, will they, олар деген сөз, Will they be
например 50 олар 50-де бола ма әлде 60-та бола ма деп сөйлем құрай бересіздер. Міне бүгінгі тақырып осы. See ya.